Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгінгі видеом сіздерге мына Джон Кэббеттен Канадалық роза туралы айтқым келіп тұр. Бұл розалардың бір жақсы жері біздің қыстардан тоңбайды. Мен ешқандай бұны жаппаймын, еш нәрсемен. Тек қармен жабылады. Осы розаны бір жерге жинап, оны жатқызамын. Бір груз, мысалға тастарды груз қылып соған байлап, розаларды тек жатқызамын. Өте жақсы қыстап шығады, ешқай жері тоңбайды бұлардың. Сондай әдемі роза. Гүлдері қарапайым болса да ұзақ гүлдейді. Розалары өте көп. Қай розаға болса да 2-3 жыл уақыт беру керек. Бұлар өздерінің потенциалдарын 2-3 жылда көрсетеді. Бұл розаның бір ерекшелігі басқа розалардан. Розаларын түнде ашады. Сондай бір қасиетін көресіздер. Міне қараңыздар, бір веткі болса қаншама роза мынада. Білмеймін, мынада 25 барау. Біреуі кетіп жатса, біреуі ашылып жатады. Міне төменнен жоғары қарай гүлдейді бұл. Жаңағыдай роза беруде ешқандай не жадничать дейді ғой орыстар. Сондай, міне, мынаның бәрі роза. Міне қараңыз, қандай бутондар. Осының бәрі Джон Кэббет. Бұл роза туралы тағы не айтсам болады. Біздің қыста қыстайды. Және екінші бір қасиеті, бірінші, екінші жылдары бұл екінші қайтара гүлдемейді. Тек үшінші жылы ғана екінші қайтара гүлдейді. Мен басқа розаводтардан көрген кезде бұл розаны оларды кәдімгі дважды цветущий деп айтып жатады, характеристикасын айтқан кезде. Ал менде бір рет қана несет. Бірақ пересорт дейін десем, дәл солардың розасымен бірдей. Міне мұның бәрі осы Джон Кэббет жатып алған мұнеқа. Мұның бәрі Джон Кэббет. Биік болып өседі. Менде әзірше где-то метр-жарым, метр-60 сондай болу керек. Болашақта енді мүмкін ұзар өсер. Айттым, жаңа розаға тек уақыт беру керек. Сол қасиеті сол. Бұл жаңа табыда бір роза бар. Ол да солай болды менде. На Prairie Joy ұмытып қалып тұрмын. Былтыр екінші қайтара гүлдеді ма, гүлдемеді ма? Бірақ мынау былтырдан бері екінші қайтара гүлдеді. Енді биыл мен сіздерге осы жылы екінші қайтара гүлдей ма, гүлдемей ма, сол жайында алдағы уақытта түсіретін боламын. Осы қысқаша мәлімет. Қорықпай отырғызыңыздар. Біздің солтүстік Қазақстан, батыс өте жақсы таптырмас розалардың бірі. Без проблемный.